Баршаңызға сәлем. Бүгінгі каналда біз Киргоф заңдарын талқылаймыз. Жалпы бұл тақырыпты талқылауымыздың себебі неде? Негізінен сіздер өткізгіштерді тізбекте және параллель жалғауда аралас тізбектермен жұмыс жасауды үйренгенсіздер. Егер де тізбек өте қарапайым болса, онда кез келген есептеуді сіздер оп-оңай жүргізе аласыздар. Дегенмен, біздің есептің барысында күрделі тізбектер кездесуі мүмкін. Дәл осы жағдайда бізде күрделі тізбекті қай жақтан бастаймыз деген ережелерді білмегендіктен де көбінде есептерді шығара алмай қалуымыз мүмкін екен. Міне осы кезде бізге Киргоф заңдары көмекке келеді екен. Енді осы Киргоф заңдарын сабақта өтіп болғаннан кейін сіздер кез келген тізбекті оп-оңай орындай алатындарыңызға сенімдімін. Олай болса, осы Киргоф заңдарын бастайық. Сонымен Киргоф заңдарын қарастырмас бұрын ең алдымен қандайды бір шексіз тізбектің бөлігін алып көрейік. Сол шексіз тізбектен кішкентай ғана бір бөлікті қарастырып аламын. Яғни ол менде мынандай кедергі берілген резистор. Және одан кейін төменгі бөліктен былай қарай, яғни түйіннен минус, плюс, және қандайды бір кедергі берілсін дейік. R кедергісі. Төмен қарай тағы да кете береді тізбегіміз. Енді осы түйінде, яғни қиылысқан нүктеде, менде тағы да екі тармақ шықсын. Төмен қарай бір тармақ дейік, яғни ол былай қарай минус және плюспен кете береді ары қарай. Мына бөлікте бізде қандайды бір резистор, яғни кедергіміз берілген. Ал біз оған негізгі бөлікке қарастырмаймыз, біз жоғары қарай көтеріле бастайық. Яғни бізде мына жақта минус плюс қандайды бір тағы да бір кедергіміз бар. Және келесі түйініміз осы жерде тоқталып, былай қарай тағы да кете береді қандайды бір кедергі бар бізде. Жоғары қарай біз көтеріле бастаймыз. Яғни тағы да бізде не берілсін дейік? Яғни плюс және минус тоқ көзі. Жоғары қарай көтерілеміз, тағы да бір резистор берілсін дейік. Мына жоғары қарай көтерілеміз, бізде түйініміз бар мына жерде. Осы жерде түйіннен кейін қарап отырсаңыздар, жоғары қарай тағы да бағытталған тармақ шықсын дейік. Оғыда кедергіміз R қандайда бір резистор жалынған. Енді біз төмен қарай түсе бастайық. Түскен кезінде мына бөлікте бізде қандайда бір тағы резистор берілген. Және мен сәл бұлай қарай сызуым керек екен мына. Және тағы да қандайда бір тоқ көзі берілсін дейік. Мына жағымыз минус, плюс и кете береді мына. Енді осыны тұйықтайық. Қарап отырсаңыздар, осы бөлікті алып бөліп алдым. Төмен қарай да бөліктеріне, оң жақ, сол жақ беттеріне тағы да тармақ кетіп бара жатыр. Енді қандайда бір әріптермен белгілейік. Тоқ көзінің электр қозғаушы күші бізде E1, ішкі кедергісі R1 болсын дейік. Сыртқы кедергіміз мынау бізде R1, төменгісіне бермей қойын. Жоғарғы жағында қарап отырсаңыздар E2, оның сәйкесінше электр қозғаушы күші R2 болсын дейік. Сыртқы кедергі R2, E3, R3 тоқ көзінің ішкі кедергісі. Сыртқы кедергіміз R3, R4 және сәйкесінше E4, R4. Міне, осы бойынша. Және қандайды бір нүктемен белгілейік. Мына бөліктегісі бізде A, B, C және D нүктесі берілсін дейік. Енді тағы да қосымша қазір тізбектің элементтерімен негізгілерін таныстырып өтем. D нүктесінде потенциалымыз бізде фи D болсын дейік. A нүктесінде сәйкесінше бізде фи A, B нүктесінде бізде фи B, және С нүктесінде сәйкесінше біздің потенциалымыз не болсын дейік? Фи С болсын дейік. Ал енді кеттік. Қарап отырсаңыздар, біз қандайды бар тізбектің бөлігін алып қарастырамыз. Осы жерде менде қарап отырсаңыздар, мынандай түйіндерді көріп тұрмыз. Түйін дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік? Қазір сіздер оны жазып алуға мүмкіндік беретін арнайы жеке жазып қойдым. Дегенмен түйін дегенімізді бір рет айтып өтейін. Яғни ол 3 немесе 4 өткізгіш немесе одан да көп өткізгіштер қиылысатын нүктені бүгіннен бастап біз түйін деп атаймыз. 3 немесе одан да көп өткізгіштер қиылысатын нүктені біз не деп атайтеміз? Түйін. Біздің жағдайда түйіндеріміз қайсы болып тұр? Яғни ол A, B, С және қандай болады екен? D.
үтірмен жазамыз, өйткені бізде 4 түйімізді көрсетіп жатырмын бұл жерде. Және осы нүктеге тоқтар кіреді және сол сәйкесінше тармаққа сәйкес шығып кетеді. Бұл былайша айтқанда түйін дегеніміз кішкентай ғана тоқтардың жүріп өткен кезіндегі аялдама сияқты. Бірақ аялдама дегенде бұл отырып қалмайды. Бірлік уақытта қанша тоқ кіретін болса, соншасы не істеп кетуі мүмкін, 1 секундта ағып кетуі мүмкін. Келесі, сонымен қатар тұйықталған тізбектің бөлігін бүгіннен бастап біз контур деп атаймыз. Контур біздің жағдайда қандай болады екен? Тұйықталған болу керек. Адан бастап енді А, ол бізде Б, С, Д және тұйықталған болғандықтан да қайтадан А нүктесіне келеміз. Міне, А, Б, С, Д, А деген, яғни бізде тізбектің бөлігін қарастырып жатырмыз. Жалпы сіздерге түйін және контур деген түсінікті болу керек. Енді осы жерде тағы да бір Киргофтың заңына қарастырмас бұрын тағы да оны қорытып шығаруым қажет. Сондықтан да осы жерде бір нені айтып өтейік. Білесіздер, тізбекте тоқ қай жағдайда болады? Егер де өткізгіштердің ұштарында бізде ең алдымен потенциалдар айырымы туындаған жағдайда, яғни тізбекте тоқ болады. Егер де өткізгіштің ұштарында потенциалдар бір-біріне тең болған жағдайда, онда тізбектен тоқ жүрмейді екен. Яғни бізде зарядталған бөлшектер қозғалмайды. Олай болса, осы әр потенциалға нүктеге сәйкес келетін потенциалды жазып шығайын. Мысалы, біріншісі неден бастайын? Мына фи-аныкін жазайын. Фи-а неге тең потенциалы? Фи-а біздің жағдайда ол мына жоғарыдан алып келетін болса, фи-ді қосылған, мына электр қозғаушы күшті көріп тұрсыздар, осының бойымен былайша айтқанда зарядталған бөлшектер өтеді, көтеріліп қайтадан төмен қарай не істейді? Түсе бастайды. Яғни Е1 және электр былайша айтқанда энергиясын тұтынатын бізде R1 кедергіміз бар. Олай болса, оның кернеу сәйкесінше минус I1 көбейту қандай болады екен? R1 болады. Енді фи-б-ны жазғым келеді. Қарап отырсаңыздар, фи-б-ны жазған кезде, онда фи-адан бастаймын. Фи-а қосылған Е2 минус I2 көбейтілген R2. Ары қарай сіздер теңдеу құрып кете аласыздар. Фи-сінікін жазатын болсам, фи-ц неге тең болады? Ол фи-б қосу Е3 минус I3 көбейтілген R3. Және соңғысы бізде фи-д дегеніміз неге тең болады? Ол фи-ц қосылған Е4 минус I4 көбейтілген R4 болады. Енді осылардың барлық жинастырайын. Қарап отырсаңыздар, мына бөлікте А, Б, С, Д болып тұр екен, сондықтан да барлығын енді осы теңдеулерді бір-біріне қосып шығам. Қосқан кезінде төмен бөлікке жазатын болсақ, менде қандай болады екен? Фи-а қосылған фи-б қосылған фи-ц және қосылған фи-д болсын дейік. Сол жақ беті. Ал енді мына жақтағыда әдем болып көріну үшін міндетті емес қой. Барлық орындар ауысқанмен бәрібір қосынды бір-біріне тең болады қосылғыштарда. Олай болса, бірінші фи-аны жазайын. Мына барлығын жақша алып қойын, әдем болып көріну үшін. Фи-а қосылған фи-б қосылған фи-ц және қосылған не болсын дейік? Фи-д. Дәл сол сияқты электр қозғаушы күштерді жазып көрсетейін. Барлық ретімен тұр екен, сондықтан да ешқандай немес. Бұларды жақша алып көрсетейін, сіздерге түсініктірек болу үшін. Қосу Е3 және қосу не болады екен? Е4. Келесі минус, мына жақта минусты қойып қоям. Тең, енді жақшаның ішінде I1 көбейту R1 плюс болады I2 көбейту R2 қосылған I3 көбейту R3 и қосылған I4 көбейтілген не болады екен? R4. Менде қысқаратын бар ма? Әрине бар. Мынау теңдеудің сол жақ бетіме оң жақ бетіндегі екі бірдей болғандықтан да потенциалдар, оларды не істеуге болады екен? Қысқартуға болады. Өйткені келесі бетке барғанда мына оң жақ беттегі потенциалдар минустан бөлініп өтеді. Сондықтан да екеуі не істейді екен? Қысқарады. Енді қалғандарын жазып қойсам болады. Е1 қосылған Е2 қосылған Е3 Е4 барлығы осы бетте қалсын. Ал мыналар минус болып тұрғандар келесі бетке барған кезіне қандай таңба ие болады екен? Плюс. Енді мен жазғанда керісінше жазамын.
Е1 қосылған Е2 қосылған Е3 қосылған Е4 деймінді тең болады. Сонда I1 көбейту R1 қосылған I2 көбейту R2 қосылған I3 көбейтілген R3 және қосылған I4 көбейту R4 деген менде теңдеу шықты. Енді осы қазір теңдеулердің барлығын қосқан кезіне қандай менде формула шығады? Жалпы біз физикада электр қозғаушы күштердің қосындысын былай жазсақ та болады. Яғни сумма белгісімен, қосындының белгісімен EI тең болады. Сумма IE көбейту RI деп жазсақ болады екен. Міне осындай бізде теңдеу шықты. Ал енді бұл қандай заңға сәйкес келетін Киргоф заңдарын алдағы уақытта сіздер көретін боласыздар. Сонымен Киргофтың заңдарына тоқталатын болса, жалпы бізде екі заң бар екен. Киргофтың бірінші заңын негізінен біз зарядтарын сақталу заңы деп те айтады екенбіз. Бағана айтып өткенде, осы жерден жазып алсаңыздар болады. Түйін дегеніміз 3 немесе одан да көп өткізгіштер қиылысатын нүкте. Түйінде ешқашан тоқ жиналмайды. Мен айтып өткенде, ол тек қана аз уақыт мезетіндегі аялдама сияқты қызмет атқарады. Олай болса, Киргофтың бірінші заңын қалай жазамыз? Кез келген түйіндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең дейді. Яғни осыны түсіндіру мақсатына қандайды бір түйінді алып қарастырайық. Осыған, мысал дейік, мына кіретін тоқтарды және шығып бара жатқан тоқтарды көрсетейін. Мысал дейік, үшеуі кірді. Мынау бізде I1, I2, одан кейін I3 және бұлай қарай бізде I4 болсын дейік. Және тағы да біреуін бұлай қарай көрсетейін. Яғни бұдан да шығып бара жатыр, бұл бізде не болсын дейік, I5. Сонда кіретін тоқтарды бүгіннен бастап кіретін тоқтардың барлығы түйінге, оны біз оң таңбамен аламыз. Ал шығатын, түйіннен шығатын тоқтарды минус таңбамен алады екен. Және осылардың алгебралық қосындысы сонда қаншаға тең болады екен? Нөлге. Олай болса жазатын болсақ, ол I1 қосылған I2 қосылған I3 минус шығып тұрған бізде I4 және I5 минус таңбаға ие болатын. Осының бәрі қаншаға тең болады екен? Нөлге. Ал енді Киргофтың бірінші заңын әдемілеп тұрып қалай жазып алуға болады екен? Яғни I кіріс, сумма I кіріс тең болады екен, сумма неге екен? Шығысқа, I шығысқа. Міне осыны біз Киргофтың нешінші заңы деп атайды екенбіз? Бірінші заңы. Және оны бірінші өрнекпен белгілеп қояйық. Келесі, енді Киргофтың екінші заңына сүйенейік. Жалпы Киргофтың екінші заңы бұл энергияны сақталу заңы екен. Энергияны сақталу заңы қалай пайда болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы естеріңізде болса, бағана біз потенциалды қарастырып өттік. Потенциал дегеніміз бір кулон зарядқа әсер ететін, былайша айтқанда потенциалдық немесе келетін потенциалдық энергия. Сондықтан да Киргофтың екінші заң біз энергияны сақталу заң деп қарастырады екенбіз. Ол не дейді? Яғни тұжырымдамасы контурдағы электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы контурдың барлық бөліктеріндегі кернеулердің алгебралық қосындысына тең болады. Олай болса, ең бірінші сіздермен осы контурда сызғандағы қорытып шығарған формуламыз бұл Киргофтың нешінші заңына сәйкес келеді? Екінші заң. Ал енді осыны жазып алайық. Сумма EI тең болады сумма IE көбейтілген RI. Мына формуланы біз неше деткенбіз? 2. Бұл Киргофтың екінші заңының формуласы. Негізінен Киргофтың заңдарын қолданудан бірнеше заңдар шығады екен. Немесе сіздер ержелер деп жазып алсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге түсініктірек болады. Жалпы Киргофтың құр заңын өткенде бұл құрғақ сөз сияқты болуы мүмкін. Бірақ та егер де заңдарын дәл қолданатын осы заңдарды немесе ержелерді жаттап алсаңыздар, алдағы уақытта сіздерге әлдеқайда оңай болады екен. Сонымен Киргофтың заңдарын қолданудан қандай заңдар шығады екен? Немесе ержелер. Теңдеулердің саны бұл белгісіздердің санына әрқашан тең болу керек екен. Екінші, жүйенің әрбір келесі теңдеуі алдыңғы теңдеулерде болмаған кем дегенде бір элементті қамтуы керек екен. Үшіншісі, контурлардың оң бағытын ерікті түрде өзіміз таңдаймыз. Учаскелердегі немесе бөліктердегі тоқтардың оң бағыты ол да ерікті түрде өзіміз жасаймыз. Ерікті түрде. Және бесінші, электр қозғаушы күш плюс белгісімен алынады.
егер ол тізбекті айналып өтудің оң бағытымен сәйкес келетін ток жасайтын болса дейді. Енді тағы да бір қосымша ереже жасауға болады. Егер де сіздер шығарған есепте ток минус таңбамен шығып қалатын болса, демек одан қорқудың қажеті жоқ. Демек ток кері бағытта, сол біз таңдаған бағытқа кері бағытта ағып бара жатыр дегенді білдіреді. Бұл жерде мән тапсаңыздар жеткілікті. Ал енді осыны бекіту ретінде біз өзіміздің кітаптан, яғни жаратылыстану математикалық бағытындағы мектеп баспасынан екі есепті шығарайық. Ол есептер 80-ші бетте орналасқан, 80-ші бетте орналасқан. Сонымен бірінші есебіміз былай екен. Сіздерге ең қарапайымнан бастайын деп, мынандай екінші есептен бастадым. Егер бір жарым вольт дейді, яғни электр қозғаушы күшіміз E2 3,7 вольт, R1 кедергіміз 10 Ом, R2 20 Ом, R және 5 Ом болатын болса, сызбадағы R резистор және оның бағыты арқылы ток күшін табыңдар дейді. Ток көзінің ішкі кедергісін естімеңіздер дейді, ескермеңіздер. Демек те ток көзінің ішкі кедергісі бұл жерде қандай екен? Жоқ екен. Ал енді бастаймыз. Енді осы жерде сурет беріліп тұрған екен, мен соны бірденен, яғни контурларды бөліп алайын деймін. Яғни қалайғы белгілеймін. Мысалы, мына бөліктен бастайын. Ол бізде А, келесі мына Б, келесі мына Д, мынаусы онда С болсын дейік, F, және қандай әріппен белгілеймін? Е. Міне, осылайша белгілеп алдым. Енді сіздер өздеріңіз Киргофтың заңдарын қолдануына отырып, осы есепті шығарып көрейік. Ал кеттік. Берілген бұл жерде төбеде тұрғандықтан мен бірден шешуіне кірісейін, шешуі қалай жазылады. Бұл жерде табу керекпіз ток күшінің бағыттарын дейді. Демекте бұл жерде 3 ток күшін табамыз, яғни ол I1, I2 және R кедергіден өтетін тоқты біз I деп белгілеген. Осыларды табуымыз қажет. Демек, қанша теңдеуді мен құрастыруым қажет. Жоғарыда айтып өткенде, әрқашан теңдеулердің саны белгісіздердің санына тең болу керек. Демек, 3 теңдеу жасаймын. Және әр теңдеу құрған кезінде алдындағы теңдеуде қарастырылмаған белгісіз біршама қатысу керек дейді. Осыларды ескере отырып, мен Киргофтың заңдарын қолдана отырып есепті шығарып көрейін. Біріншісінде мен қай нен алайын? Контурды алайын. А, Б, С, Д. Яғни немесе А, Б, Д, С, А деп алайын. Белгілеген кезінде сәл немен жазған екен. Мейлі, болмаса екеуін орындарын ауыстыра салайын. Ең оңайы. Сонда мынау бізде А, Б, С, Д, А болсын дейік. Яғни жүрген кезінде. А, Б, С, Д, А контурын алып қарастырамыз. Мұны тұйықталған болу керек контурында. Енді осы бөлікте біз Киргофтың екінші заңын қолданайық. Яғни бұл жерде қанша электр қозғаушы күш берілген? Біреу ғана E2. Олай болса E2 неге тең болады? E2 тең болады екінші заң бойынша, яғни контурдағы электр қозғаушы күштердің алгебралық қосындысы дейді. Сол берілген бөліктегі кернеулердің алгебралық қосындысына тең болу керек дейді. Олай болса бізде екі кедергі болғандықтан да екі кернеу жазамын. Біріншісі I көбейту R, мынаныкі, және қосу неге тең болады екен? I2 көбейту R2. Келесі, енді контурды сәл ұлғайтып алайын. Яғни мына бөлікте емес, мен A, B, F, E, A деген контурды алайын. Ол кезде A, B, F, E және А контурында формула бойынша мен қалай жазады екен? Бұл контурда тағы да ортасында DC-ны ескермейміз ғой. Мен А, Б, Ф, Е, Аға болғандықтан да бұл жерде Е1 ғана алам. Яғни электр қозғаушы күш менде Е1 тең болады. 4 бұрышта өтейік, мұны қарап отырсаңыздар. Бұл жерде I1 мұны кездесетін. Неміз бұлай алып қарастырамыз. Яғни I1 көбейту R1 қосу жоғары қарай көтеріле бастайтын болса, ол бізде кімді қамтып өтеді екенбіз? I көбейту R-ді қамтамасыз етіп өтеді екенбіз. Келесі. Сонымен қатар мен D или C нүктесінде
тоқтардың бағыттарын алайын. Яғни, мысалы, мен егерде мына С нүктесін алып қарастыратын болсам, С нүктесінде, яғни түйінде бізге қанша тоқ кіреді екен, және шығатын. Бұл жерде кіретін тоқтар бізде Е1-тікін аламыз, яғни кіріп атқан тоқ I1, I1 және I2 кіретті, ал шығып атқан бізде, бұл кім екен, бізде I екен. Олай болса, С түйінде кіретін тоқтарымыз бізде I1 қосылған I2 және минус I тең болады екен қаншаға? 0-ге. Міне мен қанша теңдеу жаздым? 3. Енді осыларды өзара біріктіре отырып, мен жалпы есепті шығаруға тырысайын. Жоғарғы бөліктен алып мынау С түйініне тесетін болса, бұл жерден С-да теңдеуден бастайын, басынан бастап. Әр бөліктен мен I2, I1 және I-ды жазбылайын. Бірінші бөліктен I2-ні табатын болсақ, I2 неге тең болады? I2 тең болады E2 минус I көбейту R бөлінген астыңғы бөлікте R2 болады екен. Келесі контурдан I1-ді тауып алуға тырысайын. I1 неге тең болады екен? Ол E1 минус I көбейту R бөлінген R1 болады. Ал мына бөліктен I дегеніміз екеуінің қосындысына тең болады екен, I1 мен және I2-ның. Енді орындарына I1 мен I2-ның орнына жоғарыда теңдеулерді апарып не істеткенін қоямын. Сонда менде қандай теңдеу шығады екен? I тең I-ға тиіспем, I1-дің орнына E1 минус I көбейту R бөлінген R1 плюс E2 минус I көбейту R бөлінген R2 деген формула пайда болды. Енді сіздерге негізінен есепті шығаруды жеңілдетудің жолын айтайын ба? Ең жақсы орындарына қойып шықсаңыздар, сол кезде есеп әлде қайда оңай шығады екен. I-ға тиіспеймін мына бөлікте. Мынаның бөлігіне E1-дің орнына мен теңдеу жазып атқанда өлшем бөлікті жазу міндетті емес. 1,5 минус I көбейту R дейді. 5I болады. Бөлінген R1-дің орнына мен қаншаны қояды екенміз? 10-ды қоям. Плюс E2-ның орнына 3,7-ні минус 5I тағда. И бөлінген қанша болады екен? Менде 5 болады. Жоқ, 20 екен. 20. Ортақ бөлім менде 20 болғандықтан да бірінші теңдеуге мен 2-ден берем. Сонда ары қарай кеттік. I тең, яғни 3 минус 10I плюс 3,7 минус 5I және бөледі екен қаншаға? 20-ға. Енді 20-ны I-ға көбейтіп жіберсем, менде 20I шығады, дұрыс па? Сонда мына бөлікке жазатын болсақ, 20I тең болады. 3 пен 3,7-ні қоссам, менде 6,7 болады. Келесі минус 15I. Осыдан айларды бір жаққа жинайтын болсам, менде шығатыны 35I тең болады екен 6,7. I-дың өзін табатын болсақ, I тең болады екен 6,7-ні 35-ке бөледі екен. Сонда бізде шығатын мән бөліп көретін болсақ, қаншаға тең болады екен? 6,7-ні бөлеміз 35-ке, ол тең болады екен, жуықтағанда 0,2 болады екен. 0,2 ампер дейді екен, жуықтағанда. Ал енді сіздер I-дың мәнін тапсаңыздар, кез келген мына жерде I1 және I2-ні оп-оңай тауып алатын боласыздар. Келесі, олай болса, I1-ді тауып алу үшін орындарына апарып қойсам жеткілікті. Мысалы, бірінші I2-ден бастайын. Жоғарыда менде қаншаға тең болып тұр? 3,7-ден минус 0,2-ні 5-ке көбейтеміз. 0,2-ні 5-ке көбейтсек, бізде бұл тең болады екен 1. 1 и бөлінген астыңғы бөлікте R2-міз бізде қаншаға тең? 20-ға.
2,7-ні сонда бөлеміз 20-ға тең болады екен. Менде 0,14 немесе 0,135 деп алсақ болады екен ампер. Келесі I1-ді дәл солай табамыз. 1,5 минус 0,2 көбейту 10 тең болады екен 2. Демекте мына минус таңбасымен шығайын деп тұр. Көрініп тұр ол не үшін екендігін. Демек қарама-қарсы біз таңдаған бағыттан қарама-қарсы бағытта қозғалып жатыр деген білдіреді. Бөлсек сонда 0,5 ол тең болады екен 0,-0,5 ампер. Міне осылайша біз барлығын не істедік? Таптық. I1-міз 0,5, 0,14 және 0,2 ампер. Келесі біздің есебіміз электр қозғаушы күштері берілген 2 ток көзі бар, яғни 2 батареясы бар, және ішкі кетерлер R1 1 Ом, R2 2 Ом, 62-де 4-ші суретте көрсетілгенде бір ғана резистормен қосылған R резистор арқылы өтетін ток күшін тап дейді. Енді осы бөліктегі есепті шығармас бұрын ең алдымен мен әріппен белгілеп қойын. Түйіндер, яғни төбесіндегісі А, Б, С, Д, келесі Е және F әрпімен белгілейміз. Олай болса, сағат тілі бағытымен қозғалыс жасаған кезінде бірінші мынау контурды алып қарастыратын болсақ, ол бізде А, Б, С, Д, А контурінде біз Кирхофтың заң қолдана отырып, именно екінші заң қолданатын болса, E2 тең болады екен. I2 көбейту R2 болады, себебі ток көзінің өзінің ішкі кетергісі бар, қосылған I көбейтілген R. Екінші, енді мен контурымды ұлғайтайын, яғни үлкейтейін. Ол бізде енді A, B, E, F, A болсын дейік. Ол контурда A, B, E, F, A контурында бізде бір ғана электр қозғаушы күш E1 болады, және бұл кезде I1 көбейту R1 қосылған I көбейтілген R болады. Келесі С түйін алып қарастырайын. Осы С түйінде бізде С түйінде, яғни бұл жерде I1 мен I2 плюс болады, яғни кіретін тоқтар болсын жағдайда, мұны былай қарайын. Ал I-мыз керісінше минус болады, сондықтан да I1 қосылған I2 минус I тең болады екен неге? 0-ге. Болды. Енді осы теңдеулерді шешіп көрейік. Бұл жағдайда алдыңғы есептегідей жазсам болады, яғни мына жерден I2-ні тауып алайын. I2 тең болады менде E2 минус I көбейту R және бөледі екен R2-ге. Мына бөліктен екінші теңдеуден I1 тең болады. E1 минус I көбейту R бөлінген астыңғы бөлікте R1-ге бөлінеді. Ал төменгі бөлікте I тең болады, сонда екеуінің қосындысына I1 қосылған не болады екен? I2. Ал енді теңдеулерді оп-оңай шешуімізге болады. Демекте I1 мен I2-ның орнына жоғарыда теңдеулерді апарып қоямыз. Тең болады. Бірденен орнына қойсақ та болады. Бірденен, яғни I1-дің орнына E1 деп тұр. E1-дің орнына мен 10 минус I-дің орнына еш нәрсе қойылмайды. Ал R-дің орнына мен 6-ны қоям. Минус 6I бөлінген R1 дегеніміз сәйкесінше 1-ге тең екен. Мақұл жаза білейік. Қосылған E2 бізде 8 екен. 8 минус 6I бөлінген астыңғы бөлікте сәйкесінше 2 болады екен. Ортақ бөлім 2-ден берсек болады екен. Сонда мына жерден 2-ден беретін болса, бірденен төменгі бөліктен құтылу үшін 2-ні көбейтіп жіберем. 2I тең болады. Мына бөлікте 20 минус 12I плюс 8 минус 6I болады. Айларды бір-бірімен өзара қосу, азайту амалын орындаймын. Қалғандарын барлығын жинақтайық. 2I сонда тең болады. 20-ға 8 қосамыз, тең болады 28-ге. Минус қанша болады екен? 18I. Енді келесі бетке I-ға барыстың болса, ол 20I болады. Қосылып кететіндіктен тең болады екен 28. Осыдан I-ды табылатын болсақ, I тең болады екен. Бізде 28-ді бөлемін 20-ға,
тең болады екен менде 1,4 ампер шықты. Демектен бізде дұрыс бағытын таңдаған екенбіз. Плюс таңбамен шықты. Қалғандарына енді орындарына көп шығамыз. Мақұл, I1-ден бастайық. I1-дің орнына мына жерде табу үшін 10 минус 1,4 көбейтеміз 6 бөлінген R1 дегеніміз 1-ге тең еді. Мақұл, жазайық. Сонда 1,4-ті қаншаға көбейтеміз? 6-ға көбейтеміз. Сонда менде шығатын мән 8-де 4. Алып тастаймыз. Оннан ол бізде 1-де 6. I1-ымыз бізде шықты 1,6 ампер деген шықты. Енді I2 ғана қалды. I2-ның орнына 8 минус 8,4 болады. Жоғарыда есептеп қойдық. Және бөледі екенбіз қанша? 2-ге. Минус таңбасымен шықты. Еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ. Тек қана ол кербақта демек ағып жатыр дейін біледі тоқтың бағытын. Алып тастаған кезінде 8-де 4-тен алып тастаймыз 8-де, ол тең болады 0,4. 0,4-ті 2-ге бөлетін болсақ, ол тең болады екен бізде 0,2 минус 0,2 ампер деген шықты. Міне осылайша таптық. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп қызықты видеолар шығады. Қош сау болыңыздар.